армысыздар. Абаймен танымал қазақ елі. Мен Жетісу облысы Талдықорған қаласы Құлжабай Қасымов атындағы номер 28-ші IT мектеп лицейінің 5-ші сынып оқушысы Ағыбай Айкүні. Мен бүгінгі зерттеуім Абай Құнанбайұлының 18-ші қара сөзі. 18-ші қара сөз адам табиғаты, талап, ниет жайлы жазылған. 18-ші қара сөзден үзінді. Адам баласының ең жаманы талапсыз, талапсыз адам жансыз кеуек секілді. Бұл үзіндіде Абай талапсыздықтың зиянын сипаттайды. Негізгі идеясы. Абай адам бойындағы жалқаулықты, ынтасыздықты сынайды. Талаптың маңызын көрсетеді, ізденіс пен еңбекке үндейді. Талап адамның дамуына жол ашады. Талапсыз адам қоғамда да өзіне де пайдасыз. Білім мен өзін жетілдіру маңызды құндылықтар. Қазіргі заманмен байланыс. Абай ойлары бүгінгі жастар үшін де өзекті. Жеке даму табысқа жету талаппен келеді. Жаһандыру дәуірінде ізденіс пен еңбек қажет. Қорытынды 18-ші қара сөз рухани дамуға шақыру. Абай сөзі бүгінгі күнге де бағыт береді. Әр адам өз бойындағы талапты оятуы қажет. Назарларыңызға көп рахмет.